Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіруді үйренетін боламыз. Міне қараңыздар. 11-ден 6 және 9-дан 4 бөлшектер берілген. Екі жай бөлшек. Біздер бұған дейін ең кіші орта есеп табуды үйренген болатынбыз. Ең кіші орта есеп табу үшін біз алдымен мысалы 11 мен 9-ның ең кіші орта есебін табу керекпіз. Ол үшін 11-ді жай көбейтістіріп дейміз. Оны біз былай жіктейтіндігі 11 дейміз. Сосын ол 11-ге ғана бөлінеді, жай сан болғандықтан 11-ден 11-ге бөлінеді 1 болады. Сонда келесі екінші 9 дегеніміз ол жай көбейтістерге мысалы 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлем 9-ды 3-ке бөлген кезде 3 болады. 3-ті 3-ке бөлем 1 болады. Яғни 9 тең болады 3 көбейтілген 3-ке тең болып тұр. Ал 11 тең болады ол 11-ге. Ол яғни жай сан болып тұр. Так. Енді қаратай. Ең кіші орта еселік. Ең кіші орта еселік 11 менен 9-дікі. Ол тең болады. Қараңыздар. 11 көбейтілген 3 көбейтілген 3 болады. Ол тең болады 99 болады. Енді қараңыздар. Біздің бүгінгі тақырып бойынша ең кіші орта бөлімге келтіру деген сөз. Оны ал деген сөз. Екеуінде бөлімдері міне 11 мен 9 болып тұр. Екеуінде бөлімде бірдей сан болатын деп келтіреміз. Яғни қараңыздар. 11-ден 6 тең болады 99-дан қанша болады? Ол үшін 11-ді 99-ға келтіру үшін алымын да бөлімін де 9-ға көбейтеміз. Онда неше болады? 6 жердегі 9-ым ол 54 болады. Онда 11-ден 6 ол 99-дан 54-ке тең болады. Келесі 9-дан 4 тең болады ол 99-дан. Ол үшін 99 келтіру үшін 9-ды 11-ге көбейтеміз. Дәл солай 4-ті де 11-ге көбейтеміз. Сонда бізде болады 44. Аратай. Мінекей көрдіңіздер ме? 11-ден 6 деген бөлшегіміз біздің 99-дан 54-ке тең болды. Ал 9-дан 4 деген бөлшегіміз біздің 99-дан 44 деген бөлшекке тең болды. Яғни осылай жазамыз. Сонда аратай. Енді келесі 20-дан 7 мен 12-ден 5-ті келтірейік. Ол үшін 20 менен 12-дің ең кіші орта есебін табуымыз. Ол үшін біз 20-ны бөлгіштерге бөлеміз. Тегеуіштер дейміз. Яғни 22-ге бөлгенде 10 болады, 12-ге бөлген кезде 5 болады, 5-ті 5-ке бөлем 1 болады. Аратай. Сонда 20 тең болып тұр, 2-нің квадраты көбейтілген 5-ке тең болып тұр. Аратай. 12 дегеніміз 12-ні 2-ге бөлем 6 болады, 6-ны 2-ге бөлем 3 болады, 3-ке бөлем 1 болады. Сонда 12 тең болып тұр бізде 2-нің квадраты көбейтілген 3-ке болып тұр. Арат енді ең кіші орта еселік 20 мен 12 саныныкі. Ол тең болады. Неше болады? 2-нің квадраты бар екеуінде де, және 5 бар. Көбейтемін, толықтырамын, яғни 3-пен. Тең болады, сонда 60 болады. Сонда ең кіші орта есек 60 болатын болса, сонда 20-дан 7 ол тең болады 60-тан қанша деген сұрақ болады. Енді қараңыздар. 60-ты 20-ға бөлсем 3 болады. Сонда 7-ні 3-ке көбейтем 21 болады. Келесі 12-ден 5 ол тең болады 60-тан қанша деген сұрақ болады. 60-ты 12-ке бөлем 5 болады. 5-ті 5-ке көбейтем 25. Мынадай түрде жазу болады. Немесе мынадай түрде жазу болады. Өздеріңіздің қайсысын қалай соны жазу болады. Ал енді қараңыз, айта кететін нәрсе, мысалы есеп шығарған кезде біздер егер ең кіші орта есебін бірден білетін болсақ, онда бізге мына нәрсені жазып қажет жоқ болады. Біздер бұған не өттік. Мына біздің шимай беттегі жазылатын нәрсеміз. Дәптерге бұны сіздерге жазудың қажеті жоқ. Мынау да дәл солай. Дәптерге бұны жазудың қажеті жоқ, егер дәптерде көп орнағат десеңіздер. Бұлай жалпы ерінбей жазып қоямын десеңіздер, жазып қою болады. Мысалы қараңыз, тағы бір мысал келтірейін. Мынандай мысал. 2-ден 1 және 6-дан 1
және 3-тен 2 дейді. Осы 3 санның ең кіші ортақ бөлімге келтірейік. Қара, 2-нің 3-тің 6-ның ең кіші ортақ есебі ол мынадай көбейтістер жай көбейтістер деп жазамыз. Сол кезде ол ең кіші ортақ есебі 6 болады. Яғни 2-ден 1 дегеніміз ол 6-дан қанша болады? Ол екі жағында 6-ны 2-ге бөлем 3 болады. 1-ді 3-ке көбейтем 3 болады. Келесі 3-тен 2 ол тең болады 6-дан қанша деген сұрақ қояды. 6-ны 3-ке бөлем 2 болады. 2 7 2 4 болады. Әрада кеттік. Келесі 6-дан 1 ол сірә 6-дан 1-дің өзіне тең болады. Сонда қараңыз, біздер 2-ден 1 деген бөлшекті 6-дан 3 деп алдық. 3-тен 2 деген бөлшекті біз 6-дан 4 деп алдық. Ал 6-дан 1 сол кезде 6-дан 1-ге тең болады. Оны ортақ бөлімге келтіру қажет жоқ болды. Түсінікті ме оқушылар?